Бүгінгі кешкі асқа не жасаймын деп ойланып отқан болсаңыздар, өзбек халқының ұлттық тағамы езілген палау, яғни шәуле жасаңыздар. Бұны үлкен кісілер өте қатты жақсы көреді, балалар да сүйсіне жейді, дәмі өте керемет болады. Алдын ала барлық заттарды турап аламыз, описанияда қалдыратын боламын. Қызып тұрған майға етімізді, пияз және бір дана помидорды салып жақсылап қуырып, үстіне сәбіз және картопты салып тағы да қуырып алатын боламыз. Қуырып болғаннан кейін үстіне су және дәміне қарай тұз салып жақсылап қайнатып алатын боламыз. Тұзын көріп, егер аз болса тағы да тұз салыңыздар. Осылай тағы бір жарты сағаттай қайнағаннан кейін күрішін салып, жақсылап араластырып отыратын боламыз. Және бетін жауып, ақырын отқа қойыңыздар. Және әр 10 минут сайын бетін араластырып отырыңыздар. Дәмі өте керемет болып шығады. Міндетті түрде отбасыларыңызға жасаңыздар. Бұл палау емес, бұл езілген палау, яғни шәуле палаудың туысқаны деп аталады. Міндетті түрде жасаңыздар. Отбасыларыңызға менімен бірге дәмді ас пен қуаныш сыйлаңыз. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.